Хамет Жүсіпке бадеге үйлен, біздің отбасымызға лайық қыз дейді. Екеуің бәрібір көп уақыт өткізіп жүрген екенсіңдер ғой дейді. Ал анау хабаң, алаяқ, ақша құмар бір бәле ғой дейді. Жүсіп мен Бадені жақсы көрмеймін және оған үйленбеймін дейді. Ал Хава барлығын мен үшін жасады. Ол мені жақсы көреді. Енді біздің өмірімізге араласпаңдар. Мен де Хаваны жақсы көремін деп анасына айқайлап ұрсып тастайды. Баласының айқайын көтере алмаған Хамет жүрек талмасы ұстап есінен танып құлап қалады. Хаметті ауруханаға алып келеді. Дәрігер айтады, жүрегі әлсіз екен, көп уайымдаған сияқты, сондықтан жүрегіне стенд қоямыз дейді. Қан қысымы жоғары болып тұр, түспей жатыр. Операция кезінде өліп кетуі де мүмкін дейді. Жүсіп барлығын өзін кінәлайды және қатты анасын уайымдап жылайды. Хамет ханымды операцияға алып кетеді. Жүсіп анасын ренжітпеу үшін оның айтқандарын істеуге мәжбүр болады. Бадеге барып маған тұрмысқа шық деп ұсыныс тастайды. Баде қарсы болады. Сен өз ата-анаңды бақытты қылу үшін маған үйленбекшісің, бірақ бұл дұрыс емес дейді. Үйлену оңай, үй болу қиын. Сен мені жақсы көрмейсің, сондықтан да мен саған тұрмысқа шыға алмаймын дейді. Мен Хаваны ұмыттым, сені бақытты қыламын, маған сен дейді. Сен осының барлығын Хаваға ренжігендіктен жасап отырсың, жақсылап ойлан деп Баде кетіп қалады. Хамет ханым аман-есен операциядан шығады. Оны көру үшін Хава ауруханаға келеді. Бірақ Хамет Хаваны қуып шығады. Жүсіп кеп қалады. Хавва, анаңның қасында болайын деп едім дейді. Ал Жүсіп болса, осының барлығы сенің кесіріңнен, сені көргім келмейді, кет деп Хаваны қуып жібереді. Жүсіп анасына келеді, Хаваны қуып жібергенін айтады және сенің айтқаныңдарыңды істеймін, мен Бадеге үйленетін болдым деп айтады. Хамет қуанып кетеді және енесінен қалған жүзікті Жүсіпке береді. Мынау менің енемнен қалған жәдігерім, осыны барып Бадеге тақ дейді. Жүсіп Бадені іздеп үйіне келеді. Баде Стамбулдан кеткелі жатыр екен және Жүсіпке осының барлығын Хаваға ренжігесін жасап жатырсың, сен тағы да бір ойлан деп кетіп қалады. Кешкісін Баде үйіне әкесімен бірге келеді. Келсе Жүсіп үйінде екен. Жүсіп келген соң Баденің анасы өз қолдарымен тамақтар әзірлейді. Барлығы бірге отырып ас ішеді. Мен саған үйленуден бас тартпаймын деп анасының берген жүзігін үстел үстіне қояды Жүсіп. Баде айтады, сенің арқаңда әкем мен анам бірге отырып ас ішті. Сен біздің отбасымызды біріктірдің дейді. Сондықтан мен сенің ұсынысыңды қабыл аламын деп Жүсіптің қойған жүзігін саусағына тағып алады. Баде әкесі мен анасына Жүсіпке тұрмысқа шығатыны туралы айтады. Жүсіп үйге қайтып бара жатады. Баде оны шығарып салу үшін сыртқа шыққан еді. Мехмет келіп тұр екен, араққа сылқия тойып алыпты. Мехмет Бадені ұнататынын Жүсіпке айтуға келген еді, бірақ Жүсіп бірінші айтып қояды. Мен Бадеге үйленуге ұсыныс тастадым дейді. Жүсіп көлігімді әкелемін деп кетіп қалады. Жүсіп кеткен соң Мехмет отырып алып жылайды. Бадеге қарап, сен қателесіп жатырсың. Жүсіп сені ешқашан да бақытты ете алмайды дейді. Мехмет пен Жүсіп үйге келеді. Мехмет айтады, сен Хаваны жақсы көре тұра қалайша Бадеге үйленіп жатырсың дейді. Некелерің бақытсыз болады, әлі де ойлан дейді. Жүсіп, мен Хаваны ұмыттым, Бадемен жаңа өмір бастаймын дейді. Жүсіп бөлмесінен Хаваның орамалын тауып алады және оны балконнан жерге лақтырып жібереді. Мехмет бөлмесіне келіп жылайды, заттарының астан-кестеңін шығарады, одан кейін ұйықтап қалады. Бүгін Жүсіп пен Баденің үйлену тойы.